Сәлеметсіздер ме достар? Арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода кивидің пайдасы туралы айтатын боламыз. Біз кивиді жеміс деп айтамыз. Негізінде бұл жеміс емес, азық жидектер қатарына жатады екен. Оны Жаңа Зеландиялықтар ақш штатына тасымалдауынан соң басталған. Достар, біздің арнаны тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз бізді шабыттандырады. Кивиді қабығымен жеп көргенсіз бе? Негізі кивиді қабығымен жеуге болады екен. Кивидің қабығы жұмсақ келеді. Оның құрамында антиоксиданттар өте мол. Ол асқазандағы зиянды бактериялардың көбеймеуін қадағалап, зарарсыздандырады қасиеті бар. Алайда кивиді қабығымен жеу алдында жақсылап жуу керектігін ұмытпаңыз. Сонымен қатар киви қабығы аса сезімтал тілді ауыртып уылдатып жіберуі мүмкін. Дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Зерттеу нәтижелері бойынша балаларда жұтқыншақ, көмей дерматозы, тілдің ойылуы мүмкін. Сонымен қатар аллергиялық әсер беруі мүмкін. Кивидің емдік қасиеті бар ма? Әрине бар. Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылудан құтылу үшін де бір кивиді жесеңіз жеткілікті. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын, ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеу керек. Сондай-ақ кивидің құрамындағы дәрумен иммундық жүйені нығайтады. Ағзаны жақсартатын С дәрумені баршылық. С дәрумені ағзаға зиянды нитраттардың енбеуін қадағалайды. Сонымен қатар киви құрамында қан ауруларын емдейтін темір молынан бар. Бет терісінің сымбаттылығын сақтау үшін де кивимен маска жасауға болады. Кивидің денсаулыққа пайдасы өте көп. Киви дәруменге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасұнық, калий, кальций, магний, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаңыздағы инфекцияның таралуы тежеліп, иммундық жүйе нығайып, жүрек қан тамыр ауруларының алдын аласыз. Жүйке жүйесін жақсартады. Басқа жемістен артықшылығы киви консервіленген кезде бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар бұл жемісте артадин деген вид дәрумен бар. Ол ағзадағы ақуызды ыдыратуға көмектеседі. Мамандардың зерттеуі бойынша кивидің өзінен бұрын қабығындағы да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдаланыңыз. Ол беттің балғын күйіне ендіре бастайды. Осы тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күшіңіз жоғалғанда, күйзелісте, атеросклерозда, диабет пен гипертония, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті қосқан дұрыс. Дегенмен осыншама пайдасы кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, киви құрамындағы С дәрумені көп болғандықтан аллергия беруі мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарда жеуге болмайды. Іш өткізу қасиеті болғандықтан диареямен ауыратындарға мүлдем болмайды. Киви жемісі ас қорыту және жүрек қан тамырларының жұмысына өте пайдалы. Кивидің құрамындағы серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды, тәбетті
қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы түрде жақсартады. Құрамында магний және калий бар. Екі кивиді шамамен 30 мг магний бар, ал бұл жүйке мен бұлшық еттің жұмысын жақсартады. Сондай-ақ киви калийге өте бай болғаннан соң, бананға қарағанда кивиді калий өте 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сонымен қатар остеопороз бен жүрек қан тамыр ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста бір киви жесеңіз, қанды сұйылтады. Сонымен қатар киви тұтынғанда жанама әсерлері болмайды, керісінше өте пайдалы. Тыныс алу жолдарында реттейді. Кивидің құрамындағы витамин болғандықтан ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңіл етіп демігуден арылтады. С дәрумені көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көздің көру қабілетінің айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Сондай-ақ көзімізді еркін радикалдан зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды. Сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Кивидің өз денсаулығы мен сымбаттығына көз аударатындай жақсы бағалайды. Оның құрамында калориясы аз болғандықтан, дегенмен киви асқорыту жұмысын қалыпты жұмысқа істеу үшін қажетті талшыққа өте бай. Сонымен бірге киви жүкті әйелдерге қажетті жеміс. Оның құрамында фолий қышқылы бар. Ол жүкті әйелге өте пайдалы, анемиядан сақтайды. Киви экзотикалық жеміс болып саналады. Сонымен қатар киви жемісінің пайдасын естідіңіздер. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода кездескенше достар, ем болсын.